Сәлем достар! Бүгін біз пайғамбарлар оқиғасынан Ыдырыс пайғамбар жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Ыдырыс алейхиссалам Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Кейбір деректерде Нұхтың арғы атасы екендігі айтылған. Адам атаның ізін ала жіберілген деген дерек те кездеседі. Ыдырыс пайғамбардың қасиеттері Құранның 4 аятында суреттеледі екен. Алғашқы екеуінде пайғамбарлығы мен шыншылдығы жоғарғы мәртебеге көтерілгендігі сөз етілсе, ақырғы екеуінде сабырлығы, рақымдылыққа бөленгендігі, сондай-ақ игі жақсылардың қатарында болғандығы айтылған. Сабырлық пайғамбарлардың ерекше қасиеттерінің бірі. Пайғамбарлардан өзге адамдар да сабырлық танытуы мүмкін. Бірақ пайғамбарлардың сабырлығы мүлдем басқа. Сабырлық бейне бір олардың табиғаты сияқты. Пайғамбарлық ауыр міндет. Ол үшін асқан төзімділік қажет. Яғни сабыр жоқ жерде алға қойған мақсатқа жету де жоқ. Сол себепті пайғамбарларға сабырлық ауадай қажет. Өз-өзінің ығында кетпеуінің де бір сірі осында. Құдай тағаланың сынынан сүрінбей өтудің жолы да сабырлықта жатыр. Сынақ демекші, өмірде сынақтың ең ауырын пайғамбарлар бастан кешкен. Аллах тағала бұл жайында: осылайша әр пайғамбарға адамдар мен жынның шайтандарын дұшпан қылдық дейді. Сондықтан пайғамбарлардың арқалаған ауыртпалығын жай адамның көрген қиыншылығымен салыстыру қиын. Құранда Исмаил пайғамбардың қандай сынаққа түсіп, сабырлық танытқандығы айтылғанда, Ыдырыс пайғамбардың да есімінің қоса аталуы тегін емес екен. Демек, ол да дәл Исмаил алейхиссалам сияқты сынаққа душар болған. Өзінің хақ тағалаға мойынсұнған сабырлы құл екендігі ісімен дәлелдеп, Исмаил пайғамбардай сабырлық таныта білген. Яки ол өзге пайғамбарлар тәрізді бір елге жіберіліп, сол елден көп жапа көріп, сол халықты тура жолға шақыруда небір ауыртпалықтарға төзген болуы да мүмкін. Қай жағынан алғанда да, біз оның барлық сынаққа шыдамдылық танытып, өзге пайғамбарлар сияқты сабырлықтың шыңын бағындырғанын байқаймыз. Ыдырыс алейхиссалам пайғамбарлықтан бұрын да, кейін де турашыл мінезінен қайтпаған, өзінің абыройлы міндетіне сай бола білген. Мәриям сүресінде: кітаптан Ыдырысты есіңе ал, ол турашыл пайғамбар еді. Оны жоғарғы орынға көтердік деп, оның осы турашыл мінезі сөз етілген. Турашылдық пайғамбарлардың бағыт түзер темірқазығы. Олар қашанда осы негізден ауытқымайды. Әр сөзі қоспасыз, шындықтан құралады. Ақиқатты бұрмаламайды. Төрткүл дүние төңкеріліп кетсе де, шындықты паш етуден қаймықпайды. Үмбетке тура жолды көрсету үшін алдымен өздері сол жолдың сардары болып жол бастайды. Турашылдық пайғамбарлыққа аса қажет қасиет. Ол қолдағы алдаспан іспетті. Пайғамбарлардың турашыл болмауы мүмкін емес. Өйткені өзі тура болмағанның сөзі тура болмайды. Сөзі тура болмағанның ісі тура болмайды. Бойында жамандығы бар адам ешқашан өзгелерді тура жолға сала алмайды. Сол себепті пайғамбарлар барлық жаман қасиеттерден пәк болады. Турашылдар жалғандықты ұнатпайды. Сол себепті жалған мен өтірікті жақтайтындар пайғамбарлармен ымыраға келе алмайды. Жер бетін жалғандық жайлаған замандарда әлемде қара түнек орнаған. Адамзат күллі құндылықтарынан көз жазған. Бірақ осындай адасушылықтарға тап болған кезде хақ тағала рахым етіп, әр халыққа пайғамбарларын жіберіп отырған. Олар өз міндетіне сай жалғандықпен күресіп, саналы жандарды ақиқатқа бастаған. Ыдырыс пайғамбар да адасқан қауымды жөнге салу үшін жіберілді. Ол да өзгелерге турашылдықты үлгі етті. Хақ тағала оған 30 беттік қасиетті жазба, парақтар, сухуф түсірген. Бірақ ер иіліге қоймады. Иманға келгендер саны аз еді. Аят хадистерде Ыдырыс пайғамбардың қауымы күресі жайлы деректер жоқтың қасы екен. Исраилаттардан жеткен хабарлар болса, ақиқаттан алшақтау. Ыдырыс пен адам атаның арасын 1000 жылдай уақыт бөліп жатыр дейтін деректер де ұшырасады екен. Ыдырыс пайғамбар алғаш қалам ұстаған адам, яғни жазу осы шақтан бастап дами бастаған деуге негіз бар. Уақи арқылы ең алғаш ине жасап,
киім де тіккен. Бұл шаққа дейін адамдар аң терісін жамылып келгенді. Сондай-ақ ол алғаш рет таразы жасауды игеріп, есеп-қисаппен де айналысқан. Пайғамбарлар рухани жолбасшы болумен қатар, қоғамдық тұрмыс пен өркениетті дамытуды да қолға алған. Айталық, ең алғашқы құрылысты адам ата бастаған жоқ па? Сондықтан әр ел өз пайғамбарларына толықтай бағынуы қажет. Өйткені пайғамбарларға бағынбағандар рухани жағынан ғана емес, тұрмыстық және дүниеви тұрғыдан да өрге баспайды. Ыдырыс алейхиссаламнан кейінгі Нұх пайғамбар алғаш рет кеме жасауды үйреткен. Мұса алейхиссалам болса аса таяғымен тасты түртіп су шығару арқылы жер қойнауынан сыраңдатқан. Жер беті судан тапшылық көрсе, жердің астындағы қайнар суларды шығару жолдарын көрсеткен. Бұндай мұғжизалар пайғамбарлар арқылы адамзатқа өркениет үйретілгендігінің белгісі. Көкке көтерілуі. Ыдырыс пайғамбардың жер бетінде қайтыс болғаны туралы мағлұмат жоқ. Құранға көз салсақ, аятта оның көкке көтерілгендігі баяндалады екен. Мәриям сүресінде біз оны жоғары орынға көтердік деп айтылады. Бұл аят турасында ғұламалар арасында айтылып жүрген пікірлер әр алуан болып келеді. Атақты тәпсірші ғұлама Фихфердин Рази жоғары орынға көтерілу сөзін рухани мәртебе болуы мүмкін деп жорамал жасайды. Алла тағала оған пайғамбарлық және 30 беттік парақтар берген. Ендеше оның жоғарғы орны осы болса керек дейді. Бұған Құрандағы біз сенің абыройыңды көтермедік пе деген аятты айғақ етіп көрсетеді екен. Келесі көзқарастағылар оның Иса алейхиссалам тәрізді жоғары көтеріліп, көктің 4-ші қабатын мекендегенін айтады. Оған айғақ ретінде Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам миражға шыққан кезде 4-ші қабатта Ыдырыс алейхиссаламмен кездесіп сәлемдескендігін алға тартады. Бұл қисынға сүйенсек, Ыдырыс алейхиссалам тірі кезінде көкке көтерілген. Кейбір ғалымдар оны ажалы жетіп қайтыс болған десе, енді біреулері әлі күнге дейін тірі деп жорамалдайды. Ең дұрысы Аллахқа ғана аян. Кейбір деректерде Ыдырыс пайғамбардың ғұмыр жасы 82 жыл деп көрсетіледі. Демек, біреуіне 1000, енді біріне 100 жыл сияқты Хақ тағала әр пайғамбарға әр түрлі өмір берген. Мәселен, Иса пайғамбардың небәрі 33 жыл ғана өмір сүргені мәлім. Бірақ өмір аз, мейлі көп берілсін. Барлық пайғамбарлар құлшылығын атқарып, өзіне тән қасиетті міндетін толық өтеген. Осымен бейнемізді аяқтаймыз. Бейнені барша топтарға және әлеуметтік желілерге таратуды ұмытпаңыздар. Және де өз ойларыңызды пікір алаңға қалдырып қойыңыздар. Ораза ұстаған жандар болса, ниеттеріңіз қабыл болсын. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.